Табиғаттың ластанбауы үшін үлкен кісілер күннің суығына қарамай өз жұмыстарын жақсы атқаруда. Қазіргі жастарға айтарымыз, табиғатты сыйламасақ та, болса кісілерді сыйлайық. Қайырлы күн, сізге бір сұрағымыз бар, жауап бере аласыз ба? Таза қала үшін не істей аласыз? Таза қала үшін, думаю, көп нәрсе керек емес, просто өз артынан жинап, мысалы, мусорға, мысалы, қоқыс тастап, жан-жағыңды қарап жүрсең, қалай айтсам екен, жауаптылық көбірек болса, мысалы, соның өзі де жетеді деп ойлаймын, каждый адамға. Сәлеметсіздер, сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Таза қала үшін не істеу керек? Артынан қоқыс жинау керек, даланы ластамау керек, және көріп тұрған қоқысты жинау керек. Өзіңіз сол қағидаларды ұстанасыз ба? Иә. Рахмет. Саламатсыз ба, сізге бір сұрағымыз бар еді, қойсақ болады ма? Қазіргі таңда таза қала үшін не істеу керек? Таза қала үшін? Білмеймін, ең бастысы может перестать бросать мусор, в первую очередь, придумать какие-то урны дополнительные и больше очистить. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Осы кішкентай қоқыстың табиғатқа келетін зардабы орасан зор. Егер де осындай жағдай елімізде қайталана берсе, алдағы жылдарда еліміздің экологиялық жағдайы күрт төмендеуі мүмкін. Осыдан шығатын түйін, елімізді таза ұстайық, қорғайық.